біз бәріміз өмір сүріп жүрміз деп ойлаймыз ғой. Шындығында өмір сүріп жүрген жоқпыз. Өткен шақта, баяғыда біреудің ренжіткенінде, біреудің айтқан сөзінде, өміріңде болған бір қиын жағдайларда әлі сол жерден шыға алмай жүрсің. Немесе болашақта жүрсің да, қашан ақша келеді, қашан отношениям дұрысталады, қашан бәрі жақсы болады, қашан менің айналамдағы адамдар мен қалағандай болып өзгереді деп. Негізінде өмір бар ғой, сенің өткеніңде де, болашағыңда да емес, өмір дәл қазір, дәл осы сәтте өтіп жатыр. Көп адам осы сәтте өмірінің өтіп жатқанын түсінбейді. Соның салдарынан өміріңде барлық жолың жабық, ақшаң жоқ, отношенияң быт-шыт, денсаулығың сыр берген. Ақшаның жоқ болуы сенің қандай шешім қабылдадың соған байланысты. Егер отношенияң быт-шыт болатын болса, демек сенің ішкі жағдайың, ішкі күйіңді. Адамдардың көбі осы күтіп отыруға әбден үйреніп қалған ғой. Күтіп отырсың да, қашан деп. Қашан бәрі нормально болады, қашан Құдай маған береді, әйтеуір Құдай бір күні қарасар деген сияқты. Бұның барлығы сенің таңдауың, сенің қалауың. Сен өзгеремін деген шешімді қабылдамасаң, менде барлығы дұрыс болады деген ішкі өзіңнің сенімің болмаса, өз жолыңды өзің таңдамасаң, соған сәйкес әрекетіңді жасамасаң, өмірде ештеңе өзгермейді.